Бәріңе сәлем, бұл Лео фильм сарнасы. Бүгін мен 2009 жылы шыққан Дэвид Списки мертвых деп аталатын драмалық триллері туралы айтатын боламын. Салли Фентон, стриптиз бардың егесі. Бір күні ол кешкісін үйіне қайтып бара жатқанда жоғалып кетеді. Детектив Джексон әріптесімен бірге қандай да бір іс-шарадан шығады. Кенеттен бетперде киген белгісіз біреу перцовый баллончикті көздеріне шашып, полицияды ұрлап кетеді. Куган жергілікті асханада кешкі ас ішіп отырғанда теледидардан адамдардың жоғалып кеткені туралы жаңалықты естиді. Ол асханадан шыққанда артында келе жатқан көлікті байқап қалады. Маска киген адам оны жоғалтып алады, бірақ ер адамның өзі бейтаныс адамға жақындап, пышағын алып шығады. Куганды электрошокермен есінен тандырып, оны да алып кетеді. Ұрлаудың келесі құрбаны Кристин Коллингсворт. Ол түнде бардан шығып, бейтаныс тоқтаған көлікке жақындайды. Прокурордың көмекшісі Келли Мёрфи көлік тұрағында телефонмен адамдардың жоғалып кетіп жатқан талқылап келе жатқанда, бейтаныс адам оған да электрошокерді қолданып, ұрлап кетеді. Келесі көріністе бізге белгілі бір бөлмеде құбырларға байланған 9 адам көрсетіледі. Маска киген белгісіз адам бөлмедегі жарықты қосып, кезекпен әрқайсысының басындағы қапты шешіп, ауыздарындағы скотчты алып тастайды. Тұтқындардың жалпы саны 9. Маскадағы бейтаныс жігітті алдағы уақытта Мақсат деп айтатын боламын. Мақсат тұтқындарға оларды белгілі бір себеппен жинағанын түсіндіреді. Бірақ қандай мақсатта екенін тұтқындардың өздері табуы керек. Тұтқындар бұл сұрақтың жауабын таппайынша, Мақсат әр 10 минут сайын келіп, бір адамнан өлтіретінін ескертеді. Егер тұтқындар сұрақтың жауабын таба алса, Мақсат оларды босатып, полицияға олардың қай жерде екенін хабарлайды. Олардың барлығын не байланыстырады? Мақсат тұтқындардың бір қолын босатады және таймерді қосып, есікті жауып кетеді. Ұрлаудың себептерін анықтаудың орнына, тұтқындар екінші қолын босатуға тырысады және бір-бірімен жанжалдаса бастайды. Қара торы жігіт Леон Мақсатты полиция қызметкері деп ойлайды. Оның ойынша қазір олардың барлығы кейбір қылмыстарын мойындаса, полиция мұның барлығын жазып алып, түрмеге қамап тастайды. Алайда барлығы бірдей Леонның пікірімен келіспейді. Таймердің бітуіне 5 минут қалғанда, тұтқындағылар кім қайда жұмыс істейтіндерін айту арқылы бірін-бірі тани бастайды. Келли Мёрфи прокурордың көмекшісі болып жұмыс жасайды. Эдди сотталғандардың бірі одан осылай кек алуы мүмкін деп болжайды. Ал Салли мен Кристиан бұрын кездескен. Өйткені Саллидің мафиямен байланысы бар, ал Кристиан наркотик алып сату үшін одан қарыз алған. Тұтқындардың арасында ағылшын тілін білмейтін азиялық адам бар. Оның тұтқындармен қандай байланысы бар екені белгісіз. Таймерде 3 минуттан аз уақыт қалды. Куганның ойынша, Мақсат тұтқындардың бірін есіктен шығарып, басқа тұтқындар оны атып тастады екен деп ойлау үшін аспанға оқ атуы мүмкін деп болжайды. Бірақ полиция қызметкері Дин Джексон олай ойламайды. Таймер біткен бойда Мақсат бөлмеге кіріп келіп, сұрағының жауабын сұрайды. Келли онымен келіссөздер жүргізуге тырысады. Мақсат Кристианның құлағына ұрлау себебін сыбырлап айтып, оны атып тастайды. Содан кейін жігіттің денесін шығарып, есікті құлыптап, таймерді қайта іске қосады. Әңгіме барысында Куганның жақында түрмеде шыққаны туралы белгілі болады. Ер адам кәмелетке толмағандарды зорлағаны үшін айыпталған, бірақ дәлелдер болмаған себептен оған көлік ұрлады деп айып таққан. Леон ағасымен бірге ұрлықпен айналысқанын мойындайды. Ал Келли болса, Джексон екеуі бірін-бірі танитындарын мойындайды және бір кездері ғашық болған. Әйелі екеуін бірге ұстап алғаннан кейін ажырасуға арыз берген. Леон кісеннен шығу үшін қасында тұрған Саллиден қолын сындыруды сұрайды. Жоспар жүзеге асып, екінші қолын босата алды. Дин Джексон Леонға есіктің артына жасырынып, Мақсат келген кезде оларға қарай итеріп жіберуді ұсынады. Леон ортаңғы саусағын көрсетіп, есікті ашып сыртқа шығады. Дәлізде ол Мақсатты кезектіріп қалып, онымен төбелесіп, қолындағы тапаншаны алып қояды. Мақсат бұның барлығын 2 жыл бойы жоспарлағанын және оның жоспарын жүзеге асыруға ештеңе кедергі бола алмайтынын түсіндіреді. Леонның қолындағы тапаншаның оғы жоқ болып шығады. Тұтқындар Мақсаттың жаралы жігітті камераға сүйреп алып келе жатқанын үрейлене қарайды. Леонның қолын кісенге салып, Мақсат тұтқындарға өзінің сұрағын қояды. Дұрыс жауап алмаған жігіт Куганның құлағына себебін сыбырлап айтып, жүрегіне оқ атып өлтіреді. Шығар кезде маньяк 10 минуттан кейін келесі Леон болатынын ескертеді. Кенеттен азиялық әйел прокурордың көмекшісі Келлиді танып қалады. Ол бормен еденге көзілдіріктің суретін салады және Келли оны есіне түсіре алды. Бірнеше жыл бұрын ол кәріс әйел жұмыс істейтін дүкенде болған тонау ісімен айналысқан.
Кәріс әйел өзіне шабуыл жасаған адамды анықтаған және Келли оны темір тордың артына отырғызған. Ол тіпті қылмыскердің атын есіне түсіреді. Оның есімі Уэйд Грилли болатын. Бірақ тұтқындар олардың барлығын сол қылмыскермен байланыстыратын ортақ нәрсені таба алмайды. Леон жасаған ісіне өкініп, қашқысы келмегенін мойындайды. Оның мақсаты маскадағы жігітті жеңіп, қалғандарын босату болды. Осы сәтте есік ашылып, тұтқындардың әлі де жауап таба алмаған түсінген мақсат Леонды өлтіреді. Келесі 10 минут басталады. Діни қызметкер Фрэнсис кенеттен олардың бұл қамауға түсу себебін түсінгенін айтып бастайды. Бірақ діни қызметкер Құдайға ешкімге айтпауға уәде бергенін алға тартып, толығырақ айтудан бас тартады. Эдди барлығынан жасаған қылмыстарын мойындауды сұрайды, өйткені таймерде өте аз уақыт қалды. Саллидің айтуы бойынша, 8 жыл бұрын достарының көзінше қандайда бір қариядан таяқ жегенін айтады. Содан кейін ол шал тұратын ломбардқа барып, ол жаққа коктейль молотовтарды лақтырып, жағып жібергенін айтады. Салли қарияның немерелерімен бірге ломбардтың үстіндегі пәтерде тұратын білмегенін айтады. Дин Джексон полицияда бірінші жылдары қызмет еткен кезде серіктесімен бірге есірткіге тәуелді адамды ұрып-соғып, көру қабілетінен айырғанын мойындайды. Діни қызметкер Фрэнсис тұтқындар өздерінің ой-пікірлерінен теріс бағытта кетіп бара жатқанын айтады. Енді тұтқындар Фрэнсистің олардың барлығы неге мұнда тап болған себебін білетінін анық біледі. Діни қызметкер подсказка береді. Уэйд Грилли тонауға кінәлі емес еді. Эдди тұтқындардың бірі діни қызметкерге дүкенді тонағанын мойындауға барғанын түсінеді. Сол себептен діни қызметкер барлық ақпаратты біледі. Тұтқындар фактілерді жинай бастайды. Кристиан Коллингсворт Саллидің қарызын өтеу үшін кәріс әйелдің дүкенін тонағаны белгілі болды. Ал Келли болса, еш айыбы жоқ жігітті түрмеге отырғызған. Таймер аяқталды. Камераға мақсат кіріп келеді. Оның келесі құрбаны Эдди болу керек еді. Бірақ діни қызметкері Фрэнсис оққа өз денесін тосады. Бұл маньяктың жоспарын шатастырады, бірақ мақсат 10 минутта тек бір ғана адамды өлтіремін деген сөзінде тұрады. Маскадағы жігіт Фрэнсистің денесін шығарып жатқанда, Келли оны Уэйд Грилли екенін айтады. Маска таққан адам өзінің Уэйд Грилли емес екенін хабарлайды. Бұл дегеніміз тұтқындарға басқа бағытта ойлаулары керек. Эдди маньяктың бірдеңені дәлелдеуге тырысып жатқанын түсінеді. Әйтпесе ол оларды осы бөлмеге жинамас еді. Атмосфера қызып барады. Өлімнен қорқу тұтқындардың бір-біріне деген агрессивті ара қатынастарды тудырады. Арадан 10 минут өтіп, есік ашылады. Кәріс әйелді өлтірер алдында мақсат оған ана тілінде бірдеңе жазылған қағазды береді. Әйел тізе бүгіп, кешірім сұрай бастайды. Бірақ маскадағы жігіт қатыгез. Ол кәріс әйелді өлтіріп, мәйітті есіктен сүйреп шығарады. Келли Мерфи мақсаттан нәрестесіне баруға рұқсат беруін сұрайды. Мақсаттың айтуы бойынша, Келлидің баласын үнемі күтушілер қарайтынын айтып, өтірік кейіп танытпауын сұрайды. Келли мен Дин Джексон қылмыстарының егжей-тегжейлері ашыла отырып, прокурор қыз Уэйд Гриллидің ісін бұрмалағанын мойындайды. Сол уақытта Келлиге сотта жеңу өте қажет болды, және ол өзінің мансабы үшін жазықсыз адамды түрмеге отырғызғанын айтады. Тұтқындар маскадағы адам Уэйд Гриллидің әкесі болуы мүмкін деген нұсқаны ойлайды. Таймердегі уақыт аяқталады. Бірақ тұтқынға алынғандар бұл іске Эддидің не қатысы бар екенін түсіне алмайды. Маскадағы жігіт Саллиді өлтіреді. Келесі 10 минут басталады. Келли бір күні Дин Джексоннан қайтып келе жатқанда, оны бір адам ұстап алып, өзінің фургонында зорлағанын айтып береді. Бейсбол таяқшасын көрген әйел қылмыскерді өлтіргенше ұрып соғады. Оны ешкім көрмегеніне көз жеткізіп, үйіне қайтып, өзін ретке келтіріп, битаны жағып жіберген екен. Мәйіт табылған кезде Келли оның өлтірушісінің ізделмегеніне көз жеткізген. Бұл оқиға Эддидің картинаны толық баяндауға келеді. Кристиан Саллиден қарызға ақша алып, түрмеге жабылған. Түрмеден шыққаннан кейін қарызын өтеу үшін ол Леоннан мылтық сатып алып, кәріс әйелдің дүкенін тонаған. Кәріс әйел ұрлықшыны қате анықтайды, және Келли полиция қызметкері Джексонның көмегімен дәлелдемелерді бұрмалаған. Жазықсыз Уэйд Грилли сотталып, түрмеде оны Куган зорлап, оған спид жұқтырған. Ал Эдди болса, спидке қарсы эксперименттік препаратты сынауға қатысудан бас тартуға қол қойған. Ал Кристиан жасаған ісін діни қызметкерге мойындаған. Бұл жауапты естіген адам бетіндегі маскасын шешеді. Уэйд Гриллидің әкесі ұлының кінәсіз екенін және бөлмедегілердің кез келгені оқиғаның бағытын өзгертуге мүмкіндіктері болғанын айтады. Олар бұл бөлмеден шыққан бойда оның өмірі аяқталып, тұтқындардың өмірі жалғаса беретінін айтады.
Ер адам олардың не бүлдіргендерін және оның салдары қандай болғанын есте сақтауын сұрайды. Келлиге кілтті беріп, өзін және басқаларды да босатуды сұрайды. Бірақ бұл ессіз әйел ер адамды еденге құлатып, одан 2 тапаншаны да тартып алады. Прокурор қыз ер адам бұл құпияны полицияға айтып береді деп қорқып, мистер Гриллиді атып тастайды. Сосын еш ойланбастан Джексон мен Эддиді өлтіреді. Мистер Гриллидің үстінде бронежилет болғандықтан жарақат алмайды. Ол орнынан тұрып, болып жатқан жағдайды полиция тікелей эфирде бақылап тұрғанын айтады. Бірақ бұл прокурорды тоқтатпайды. Келли оның басынан атып, камерадан шығып кетеді. Келген полицейлердің дауысын естіген Келли абайлап, тығылып қашып кетеді. Достар, видеоны қарағандарың үшін үлкен рахмет. Бұл видео туралы ойларыңызды комментарийге жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.